Алдыңғы бөлімде Жукунайдың атын жамылған бір қыз менің үйіме келіп видеосына түсуге шақырған болатын. Мен қуанып кетіп бірден келісіп фейк Жукунайдың үйіне бардым. Бір қызығы біз ол үйде ешқандай видео істемедік. Себебі ол фейк Жукунай мені видео істеу үшін емес, көзімді құрту үшін алдап шақырған екен. Мен ол қыздың шын мәнінде Жукунай емес екенін түсініп үйден қашпақшы болдым. Бірақ сол сәтте Жукунайдың атын жамылған жауыз менің алдымнан шығып қалды. Бүгінгі видео дәл осы жерден жалғасатын болады. Достар, видеоны әрі қарай көрместен бұрын осы видеоға лайк басып каналға тіркеліп, сонымен қатар қиын болмаса комментарийға Нурислам Сила деп жазып кетіңдер. Тезірек 20 мың подписчикке жетейік. Сонымен 3-ке дейін санаймын. Соңғы сөзіңді айтып қал. 1, 2, 3. Қылмыскер, тоқта! Сіз біреудің атын жамылып, адамдарды өлтіргеніңіз үшін заң алдында жауап бересіз. Немене? Сендерді кім шақырды? Қайтесің оны? Тез арада қаруыңды таста, әйтпесе жаман болады. Қаруымды тастамаймын. Керісінше, сендер мына жерден кетіңдер. Әйтпесе Нурисламмен мәңгілікке қоштасасыңдар. Жарайды, біз кетеміз, тиіспе Нурисламға. Вообще, полицияға өтініш жоламаңыздар, әйтпесе атып тастайды мынау мені қазір. Тоқтаңдар, ешкім еш жаққа кетпейді. Тез арада қаруыңды таста дедім мен саған. Қазір 3-ке дейін санаймын. Егер кетпесеңдер, Нурисламмен қоштаса беріңдер. Немене, мынау Нурислам ағаны өлтірмекші ма? 1, 2, 3. Мә саған! Мә, не болып кетті өзі? Амансыз ба Нурислам аға? Я басында қорықтым, бірақ Нурислам аға үшін до конца деп бар күшіммен салып қалғансың ғой. Мә, балам, сен ештеңеден қорықпайтын мықты жігіт екенсің ғой, жарайсың. Нурик, мен сенің арқаңда тірі қалдым ғой бүгін. Қойыңдаршы болды, мақтай бермей, ұялып кеттім мен. Не ғой, сосын тағы бір нәрсе сұрай салайыншы, сіздер мені әлгі фейк Жукунай алып кеткенін қайдан білдіңіздер? И вообще Нурик жоғалып кеткен еді, оны қалай таптыңыздар? Сен алып кеткенін қайдан білдіңдер дейсің бе? Қысқасы былай болды. Содан соң балам қорқып қашып кеткен, енді таппай жатырмын қайда екенін. Барлығы түсінікті болды. Не ғой ол қайда қашып кетіпті сонда? Ой, аға, қуасыз ба? Қайда қашқанын білсем өзім барып тауып ала салмаймын ба? Мама! Балам, мен сені іздеп жүрдім ғой, қайда жүрсің сен? Балаңыз мынау ма? Я, балам, осы сіз былжырап тұрам дегенше өзі-ақ табылды балам. Мама, жүріңізші, ана жақта Нурислам ағаны біреу ұрлап кетті. Сонда мен өтірік Жукунай ұрлап кеткен Нурик айтып бердің ба? Я, мен айтып бердім. Сонда сен қайдан білдің оның мені ұрлап кеткен? Қысқасы мен қашып жүріп сені алып кетіп бара жатқанын көріп қалдым. Мынау ютуберша Жукунай емес па? Сонда оның өтірік Жукунай екенін, мені өлтіру үшін алып кетіп бара жатқанын қаяқтан білдің? Негізі басында мен де оны шынайы Жукунай екен деп ойлағам, бірақ бір уақытта ол сені үйге тастап сыртқа шығып кетті. Сосын біраз уақыттан кейін қолына пистолет ұстап қайта келді. Ішім бір жамандықты сезіп көмек шақыруға кеттім. Солай анам мен полицияны кездестірдім. Бар болғаны осы. Базар жоқ. Қой, тым кеш болып кетті, балам, қайтайық үйге. Қой, мен бар жатайын онда. Біраз болды дұрыстап ұйықтамағалы. Ал, келдік жаңа үйімізге. Енді бұрынғыдай ауылда емес, қалада тұратын боламыз. Ал, қалада жаңа өмір бастайтын кез келді. Түсінбедім, неге мына жақта тек бір ғана көрші үй бар? Ей, ажар, қазір кеш батып кетеді, заттарды орналастырайық. Я, қазір барамын. Желбіреген жапырақ, жанады лапылда. Я, мама, біз аман-есен жетіп алдық, уайымдамаңыз бізді. Ой, менде интернет ұстамай қалды. Не істесем болады енді? Қой, кетті, мен онда көршінің Wi-Fi-ін сұрап көрейін. Тезірек Wi-Fi орнатып алу керек еді енді жаңа үйімізге. Мынау көрші үйінде бар ма екен? Көрші! Бұл үйде біреу тұрады ма өзі? Үйге біреу келді ма? Мә, тағы да әпше баласын тастап кетуге келген жоқ бекен? Мә, осы жол тастаса точно қарамайын бар ойшы. Әпше, мен қарамай... Не еткен әдемі қыз? Не ғой, мен жаңадан келген көрші едім. Менде интернет ұстамай тұр, сіздерде Wi-Fi бар ма? Сондай әдемі, қашан келген мынау қыз? Бар ма сонымен Wi-Fi? Я, бар. Онда маған қосып бере тұрыңызшы, өтініш. Бере тұрыңызшы дейсіз ба? Каз күте тұрыңыз онда. Мә, мен қайқа қойып едім оны. Мә, іздеуге дегенді оны қазір әшінде көп болып жүреді, осындай керек кезде табылмай қалады ғой. Қаяққа қойып едім вообще, мына жаққа қойып... Тоқташ?
по идее ол менің Wi-Fi сұрады емес па, мен нені іздеп жүрмін вообще? Ой, басым істемей тұр ғой менің, әшейін қосып бере салсам болды екен ғой. Сонымен қосып беретін болдыңыз ба? Иә, паролі 1-ден 8-ге дейін ғой. Ой, рахмет сізге. Оқасы жоқ, не ғой, сіздің атыңыз кім? Менің атым Ажат, сенің атың кім? Менің атым Нұрислам. Танысқаныма қуаныштымын. Рахмет Wi-Fi-ңызға. Мен кеттім, мамамен сөйлесіп келейін. Қандай әдемі қыз. Мен шынымен де мына қызбен таныстым ба? Негізі дұрыстап сөйлесіп, дұрыстап танысу үшін кездесуге шақыру керек еді. Жақсы, үйге кірейін мен онда. Анау қыз қашан шығады енді үйінен? Бағана мүмкіндікті пайдаланып, дұрыстап танысу үшін кешке серуендеп қайтайық деп айтуым керек еді ғой. Бір осындай кезде бір тұрмыстығым ұстап қалады ғой, айту керек еді. Сонда бұлар жаңадан көшіп келген ғой біздің районға, иә. Бәсе бұрын көрмеген ондай қызды. Анау үйінен шықты. Бүгін жұмыс істейтін бірінші күнім, алақай. Анау қай жаққа бара жатыр екен? Артынан аңдып көрейін ба? Әлде керек емес па? Байқап қойсашы, бірақ қоя бәс кеттім мен. Бәрібір байқамайтын шығады, мені білдіртпей аңдеймін ғой. Бұл жерге енді көшіп келсе қайда бара жатыр екен қызық? Әлде интернетін істетіп келуге бара жатыр ма екен? Жаяу кетіп бара жатқанына қарағанда алыста емес сияқты ғой баратын жері. Кеттік, соңына дейін аңдайық енді. Қайда бара жатыр? Анау вообще түсінбедім. Жаяу автобусқа да мінбеді, таксиге. Кіріп кетті анау бәсетке. Қайда кіріп кетті анау? Кеттік, артынан до конца аңдайық, қайда кіріп кеткен көрейік та, магазинге кіріп кеткен жоқ па? Жоқ, мынау магазин емес. Мынау кофе сататын жер ғой мынау. Мына жерге жұмысқа кіріп алған ба? Кассада тұр ғой. Келгені бүгін ғана уже жұмысқа тұрып алған ба? Пысық екен мына қыз. Қазір кіріп, оны кездесуге шақыру керек, тұрмыз болмай. Егер кездесуге келіспей қойсашы, сосын ұялып қаламды, вообще бетіне қарай алмай қаламын ғой, сосын күнде көшеге шыққан кезде ұялып одан. Бірақ мүмкін келісіп қалатын шығар. Қойшы кетті, мен бұл шақырам онда, тұрмыз болмайым болды. Ажар? Нұрислам, бір нәрсе алуға келдің ба? Иә деппін ғой. Жоқ, иә, бір нәрсе алуға келдім. Күшті, айта бер, не керек саған? Не керек дейсің ба? Сен керексің. Түсінбедім. Ой, сен керексің деппін ғой. Маған нан керек, нан алуға келген ғой мен. Нан керек дейсің ба? Бұл магазин емес, бұл кофе сататын жер ғой, нан сатылмайды бұл жерде. Онда бір коктейль бере салшы, коктейль. Коктейль дейсің бе? Жарайды, коктейль болса коктейль. Міне коктейль. Рахмет. Дәмді екен. Саған бағанна қуаныштымын, сау бол. Привет деп. Ой, сау бол, я. Ё-мое, позор болдым ғой ананың көзінше. Мен неғып тұрмыз болып қалдым осындай. Сонда қыз, мен сені кездесуге шақырайын деп едім деген алтатыптық сөз айта алмай қалдым ба? Мына коктейльді не үшін алдым вообще? Дәм онша емес, әтші дәм, немене берен ол? Еще ақшасын тоқта, мен бұның ақшасын төлемедім ғой еще. Позор. Нұрислам. Ё-мое, мынау ақшаны сұрауға келіп, менде ақша жоқ қой, үйде ғой барлығы. Не істесем екен енді? Не ғой, бүгін мені жұмыстан ерте қайтарып жіберді. Сен қазір үйіңе барасың ба? Қаласаң бірге қайтайық үйге. Үйге бірге қайтайық дейсің ба? Я, кеттік, бірге қайтайық. Күте тұрсай. Кәдімгідей жылдам жүресің ғой, күте тұрсай мені сәл. Просто ағама қазір қайтам деп айтып қойдым. Тез қайтмасам ұтыс береді маған, ағам қатал мені. Ағам қатал дейсің ба? Жарайды онда. Давайте әңгіме айтса енді. Әңгіме айт дейсің ба? Әңгіме. Немас сенің жасың қаншада осы? Менің жасым 19-да. Сен 19-дасың ба? Мен 18-демін ғой. Мен сенен кішкентай екем. Бірақ махаббат жасқа қадамайды ғой. Қандай махаббат? Жо, жай, ештеңе емес. Міне үйге де келіп қалдық. Уақыт тез өтіп кетті, иә? Сол менде уақыттың қалай тез өткен байқамай қалдым. Сенмен бірге уақыт өткізген сондай қызық екен. Қаласаң тағы да серуендеп қайтайық. Мынау мені кездесуге шақырып тұр ма? Сонымен серуендеп қайтамыз ба? Иә. Жарайды онда, мен кеттім үйге. Рахмет саған, пока. Саған, ол мені кездесуге шақырды ма? Қуанып тұр. Тоқташ, қай уақытта серуендейтінімізді сұрамаппын ғой мен. Барып сұрап келейін, қай уақытта серуендейтінімізді. Ажар, бір нәрсе айтуды ұмытып кетіппін. Ажар, шықшы. Анау кім тапатал түсте мазаны алып отқан? Жо там, не керек саған? Ой, братан, не ғой мен кездесуге шақырайын деп едім. Мені кездесуге шақырмақшысың ба? Жоға, сізді емес. Мені емес пе? Сонда басқа кімді шақырмақшысың? Мынаған қазір ажарды кездесуге шақырып жатырмын десем, менің бачтым шығарады ғой. Сонымен кімді шақырып жатсың кездесуге? Кімді дейсіз ба? Мені шақырып жатсың ба кездесуге? Жоқ, сізді емес. Басқа кімді енді? Ажарды ма? Иә. Тоқта, сен менің қарындасымды кездесуге шақырып жатсың ба? Жоқ, сіз дұрыс түсінбей қалдыңыз. Сен менің қарындасымды кездесуге шақырмақ болдың ба? Мәсаған! Менің қарындасыма жолаушы болма, ұқтың ба?
Достар, 97% адамдар менің каналымда тіркелмей көреді екен. Бұл не сұмдық достар. Менің мақсатым осы жылы қайтсем де 100 000 подписчикке жету болып тұр. Давайте сол үшін қазір мен 3-ке дейін санаймын, сендер болсаңдар тіркеліп алыңдар. 1 2 3 тіркелдіңдер ма? От души онда.